Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тегін мастер-класс, яғни восточный пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 250 грамм ұн, оның үстіне кішкентай қасық ұшымен тұз, жарты кішкентай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасында 125 грамм сары май саламыз. Негізі сары майдың орнына маргарин қосуға да болады, және суық болса да болады, себебі біз қолымызбен ұсақтап еземіз майды. Осылай ұсақтап еземіз ұнға. Содан кейін 50 грамм қаймақ саламыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес, бірақ мен 20%-дық алдым. Енді бір жұмыртқан сарысын қосасыздар, аздап араластырып, содан кейін қолмен қамыр елейтін боламыз. Жұмсақ қамыр болып шығады, жақсылап илейміз. Форманың диаметрі 24 см, пергамент төсеп қойдым. Енді қазір пирогтың жаңағы қамырын дайындаймыз. Ол үшін қамырды үлкен және кіші бөлікке бөлеміз де, үлкен бөлігін алып қаламыз, кіші бөлігін шетке қойып қоямыз. Кіші бөлігі біздің пирогтың үстіне қажет болады. Жақсылап қолымызбен елеп жүреміз. Және оқтаумен жаямыз. Мен оқтаумен жайып қойдым. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа болып шығады. Енді осы формаға салып, шетін қолымызбен жасаймыз. Шетін жақсылап біркелкі қылдырып, қолдарыңызбен видеода көрсетілгендей жасап шығасыздар. Пирогтың шетіндегі артық жерлерін алып тастаймыз. Пирогтың жан жағы біркелкі болу керек. Мен біркелкі қылдырып жабыстырып қойдым. Енді осы қамырдың үстіне туралған грек жаңғағын, туралған мейізді және изюмді салып, жақсылап араластырамыз. Енді меренганы дайындаймыз. Ол үшін ыдыс таза болу керек, су, май болмау керек. 125 грамм жұмыртқаның ақуызын салып, миксермен аздап араластырамыз. Кішкене ағарғаннан кейін қант ұнтағын шетінен саламыз. Қант ұнтағын мен 200 грамм алдым. Қант ұнтағының орнына қант қолдансаңыздар да болады. Бірақ бірден салмаңыздар, барлық қант ұнтағын шетінен салып, миксермен араластырыңыздар. 3-4 минут араластырасыздар. Содан кейін меренга өзінің формасын жақсы ұстау керек. Ыдысты аударған кезде төгілмеу керек. Меренгасы дайын. Енді қамырдан кіші бөлігін алып, оқтаумен жұқа қылдырып жаямыз. Өте жұқа қылдырып жаясыздар. Себебі бұл пирогтың үстіңгі қабатына кетеді. Қамырды 4-ке бөліп, шетке алып қоямын. Енді осы дайын пирогтың үстіне меренгасын салып, біркелкі қылдырып жағып шығамын. Меренгасы өте жақсы болып шықты. Өзінің формасын жоғалтып алмас үшін тезірек салған дұрыс пирогқа. 10-15 минут тұрып қалмасын жұмыртқаның ақуызы. Ол өзінің формасын жоғалтып алады. Қазір біркелкі қылдырып жағып шықтым. Енді осы пирогтың үстіңгі қабатына жаңағы жайылған қамырды саламыз. Жұқа қылдырып жайып саласыздар.
Және жұмыртқаның сарысын жағасыздар үстіне, пирогтың үстіне. Дайын пирогтың үстіне кунжут сепсеңіздер де болады, бірақ мен мак септім және духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіріп алдым. Пирог дайын, толық суы қажет. Суығаннан кейін пирогтың үстіне қант ұнтағын септім әдемілік үшін. Пирог биік, әдемі және дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және ұнап жатса, астына комментарий жазып, лайк басыңыздар. Пирог дайын, баршаңызға ас болсын.